Бұл жерді енді әр қайсысы әр түрлі пайымдайды. Бірі емдік қасиеті бар жер деп айтса, бірі оны теріске шығарып отыр. Көп білмейді негізі. Білмейді. Көбі не деп ойлайды, ем су деп ойлайды. Тұз су болғасын. Негізі ем су ана Тұзды көлде. тұзды көл ғой мынасы. Ендірді қай жаққа барып, не істейтінімізді, кіммен хабарласатынымыз әзірге белгісіз. Ой, әулиелерден қумайтын болдық, тек қай жаққа барсақ та әулие. Ендірбір ауылының маңында орналасқан карьер деген жерге келіп тұрмыз. Жоқ, түспейміз. Неге? Алима. Бірінші зерттеп алайық. Жоқ, зерттеп алайық. Бұл деген так осы шілдеде басталады. Шілдеде бітеді, Бір ай тек өзінің уақыты. бір айда. Мен осы жерде 53 жыл өмірсін алтында өсіп жатқан төрт балам бар. Маған болашағы керек балдарым. Адам көп келгеннен кейін бұл жерде міндетті түрде қоқыс болады. Жан жағы шашылған қоқыстар экология жағынан да өте нашар жағдайда тұр. Одан бөлек жаңағы әжетхананың мәселесі бар дегендей. Бүгінде сол көлге үлкен қауіп төніп тұр дейді. Карьерді толық қарап, сол жерде шомылып жатқан адамдармен сұхбаттасып болған соң, ертесі таң ата сала біз тау-кен инженері болып 50 жылға жуық жұмыс істеген Болат ағамызға бардық. Болат аға, сізді аламай жатырмыз ғой, келейік. Хабарласқан журналистеріміз бар. Болат ағамыз осы ауданда туып өскен азамат. Жаңа айтқанымыздай 50 жылға жуық осы жерде қызмет атқарып, тау-кен инженері болып жұмыс істеген. Бүгінде зейнет жасындағы Болат ағамыз осы Тұздыкөлдің бірден бір жанашыры. Жалпы осы Тұздыкөлдің маңында болып жатқан барлық жағдайдан хабардар. Қандай да бір заңсыз әрекет болса, бірінші кезекте Болат ағамыз біліп отырады. Өзінің еңбек жолында осы аудан туралы барлық істеген зауыттарды, барлық химиялық элементтердің бәрінен хабары бар. Біз сұхбатымызды бастамастан бұрын өздеріңіз бірінші серияда көргендей карьердің жайын қозғадық. Ол туралы ағамыз сол карьердің маңына барып, сол жерде мән жайды толық айтсам деп ниет білдірді. Ал карьер мен Тұздыкөлдің Индербор кентінен ара қашықтығы 15-20 шақырым ғана. Бұрынғы карьерлер ғой, отработанный. Бор шығарған, иә, бұрын? Барат өндірген. Енді аға, мынандай да, көп осы Индердің халқы, жалпы келетін халықтарды ойы екіге бөлінген. Біреуі ол жерге шомылуға болмайды, ол жер зиян, радиациясы бар дейді. Екінші тарап болса, оны керісінше пайдалы, түскен пайдалы, жаңа тер ауруларына сондай бір көмегі тет дейді. Сіз енді қай тарапты айтасыз дұрыс деп? Пайдалы, соленый, тұзды. Мына денедегі зара бірдеңелерің болса бәрі көмектеседі дейсіз ба? Тұздың несіменен сразу көмектеседі. Ал жалпы ана зиян деген сөз қаяқтан шықты? Радиациясы бар деген. Радиация жоқ. Қайдан келеді радиация? Кәдімгі соленый озеро, ас тұзын алып жеп отырмыз біздер оны. Оның ішінде радиация болмайды. Мына конкуренттердің жүргендері ғой. Мына легче добывается, сосын качество высокий, но высшее качество тұздар. Сосын айналадағы Россиядағы нелердің өтпейді. Көбі біздің Қазақстанның несін алады, біздің атырау. Өздерін көтпегеннен кейін радиациясы бар. Әртүрлі сыбыс шығарады дейсіз ғой сөйтіп, иә? Оның соленый озеро біздің Индер ғой. Қайда мына карьерге түсеміз бе? Иә, бірінші карьерге барайық. Суға түсіп жатқан болар қазір. Бүгін суғыты ма? Жексенбі бүгін. Кісілердің бәрі осында суға түсуге келеді. Иә. Аяқ басатын жол жер болмайды. Машина, велосипед, әйелдер, коляскамен. Бәрі келеді дейсіз ғой? Бәрі келіп. Енді басқа баратын жер жоқ. Аға, енді ол су, ағын су болмаса,
жаңа бір жерде тұрған су болса, ол мысалы судың да ескіретін несі бар ғой, ол қалай енді ол соленый. Но көзге көрінбейді, бірақ бұл неменен жылжып отырады. Жылжып отырады дейсіз ба? Уровендері мынаның кішкене аз 20-30 сантиметр ниже ана жақ. Ана жағы толады, кері жүреді, былай айналады. Ол айналып отырған су дейсіз ғой сонда, иә? Тазарып өзі. Жайлап өзі нетіп тұрады ғой ішінде. Көзге көрінбейді. Бірақ мынау 100-ші карьер, сотой карьер. Кезінде баратурада өндірілген. Қазір законсервирован. Бұндай бірнеше карьер бар екен аға, иә, бұл жерде? Бірнеше. Барлығына барып суға түсуге болады ма? Барлығына барып, иә? Барлығына болады. Таза. Енді неліктен қазір өндірмейді? Сіздің потребность жоқ. Істеп тұрған мекемені келіп банкрот деп жауып тастады кезінде. Өзіміз егемендік алдық та біздер ненің бәрін Россияға жіберіп жүрдік баратурадан. Ол баратурада поглощает радиацию. На самолеттің фюзеляждарына составына баратты қосады. Радиацияны 4-5-10 километр жерлерде радиация бар ғой. На космический корабльдерге, танкілерге салады, қосады. Әрде баратурадалар бар, алатын, бірақ алатын мекеме жоқ. Аға айтып жатқан карьеріміз осы, иә? Біз кеше келіп кеткенбіз негізі, кешкі уақытта. Жалпы жаңағы айтқанындай ғой, бұл жердегі шомылып жатқан адамдардың өзі де күмәнмен қарайды. Зиян деп тұрып келіп шомылатындар бар, зияны пайдалы деп келіп шомылатындар. Енді сіз осыған бір нүктесін қойып берсеңіз, осы жерде сіз кезінде, мен түсінгенім бойынша, кезінде осы жерге қызмет еткен адамдардың бірісіз, иә, дұрыс па? Осы карьерді ашты. Иә, осы карьерде жұмыс істеп қызмет еткен адамдардың. Көлдің астында подводный добыча. Понтонный установкалар, паром сияқты. Соның үстінде станогы бар. Сонымен сол жерден жан-жағына троспен тартып қояды, жылжымас үшін. Өзінің нелері бар. Сосын содан бурит етеді, бұрғылап. Ал оның көрінісі қандай аға? Жерден алған кезде көрінісі қандай бір? Сұйық зат па? Жоқ, тас, мынандай тас сияқты. Мынандай тастар ма? Осылай менен көтелкендерін не габарит дейді, оны бурит етіп, шпурменен жарып, көпшіға сиятындай қалып, транспортировкасын, оны жеңілдеу болу үшін жарып, өте-өте қалтастар болады, машинаның көндігінде. Соны екі рет үш рет бурит етіп, екі жерден соны взрывать етіп, сақталғаннан кейін бар, машинаға тиеп, вагонға тиеп. Содан борный кислота шығады. Бірақ енді сол кезде сіздер істеп жатқандарыңызда кейін осылай бұл жер жабылып осылай демалыс аймағы болып кетеді деп ойладыңыздар ма? Жоқ. Ойламадыңыздар, иә? Негізі қазір сонда адамдардың осы жерге түскені дұрыс, иә? Бұл жерге түскені дұрыс па сонда? Дұрыс. Бұдан ешқандай зиян жоқ. Енді осыдан енді менің ойымша, егер де дұрыс болса, денсаулыққа шынымен де пайдасы болса, меніңше бұны өкімет қолға алу керек қой, дұрыс па? Сол жағынан не айта аласыз? Не істеу керек бұл жерге енді? Мейлі қазір ол тоқтап ешкімге керексіз дүние екен ол борат деген. Енді жалпы ары қарай енді бар жерді қалай пайдалану керек сіздің ойыңызша? Демалыс аймағын істеуге болады, бірақ мына не бар мынада? Көгалашаң. Дұрыс деді жоқ. Мына жерге дегенім қараңыз. Мына жердің өзі кішкене қорқынышты не екен да? Иә. Кішкене перила қойып дегенде, көрініс аймағы ретінде. Мына жерден енді көрініс керемет. Площадкалар болса. Негізі ауданда осы тақырыпты қозғадыңыздар ма сіздер? Қозғалды ғой бірінші рет. Туристерді алып келеді, кісілер келсін бізге. Сонымен азымыз ақша табамыз дедік. Бірақ ешқандай нәтиже болмады ма? Әр тартып, бер тартып, ана дел былай етеді, мына дел былай етеді. Ешкімге ештеңе керек болмай қалды. Қандай достар, осындай карьерден 12 жер бар екен. Енді көрініп тұр, мына жерде жоталарда кішкене карьер екені ше, топырақты көтеріп қойған деген сияқты. Жалпы кеше біз өзімізде пайымдап 50-де 50 болып жүрген ойымыз ағамыз нақтылады. Ол мына жердегі су керісінше пайдалы екен. Енді біле жүріңіздер достар,
осында келіп шомылып, болмаса өздерінде иә, суға құйып аламыз ба? Саламатсыз. Мынау қайда источник? Қайсы? Источник су анда салқын шығып жатыр. Не, жоқ, балшық бар анда лечебный. Анау. Анау ма? Ана, соленый. Иә, по асфальту барамыз сосын, бұрыламыз. Ана жерде бар, жол алып барады ана жерде. Сіздер қай жерден келдіңіздер? Біз Махамбетте, мынау біреу бір кісі, с Нижнего Новгорода приехал, Нижний Новгород. Оқиды, қашан. Сұхбаттасақ болады ма? Сұхбаттассақ болады ма? Біз журналистерміз түсіріп жатырық осы туралы, интервью алсақ болады ма? Сөйлесіп көрсек. Кім аты? Саша. Саша. Ассалаумалейкум. Добро пожаловать. Да, орысша сөйлесе береміз. Мы журналисты сейчас приехали, да, и снимаем про эти источники. Ну, как источники, именно по лечебной части. Вы откуда приехали? Я вообще приехал из Нижнего Новгорода, правда живу я в Нижнем Новгороде. Ну, я как бы решил попутешествовать немножко. Вот только Женя мне предложил. У нас была встреча одноклассников. Вот мы здесь все встретились, очень хорошо посидели, поговорили, вспоминали. Да, Кунак очень близкий человек, далека приехал. Вы, получается, одноклассники, да? Одноклассники, да. Ну, с Сергеем я не учился, а с Женей вместе до 5 класса вместе учились. А Женя, вы что знаете об этих местах? Как вы считаете, ваши достопримечательности, я думаю, они очень ценные, просто надо немножко облагораживать, да, вот сейчас уедем, указатель нет же, указатель жёг, если, допустим, как туристические маршруты, я думаю, ездили бы сюда люди, вот там я внизу вижу машин, тоже 44-й регион российский, по-моему, они тоже, ребята, не местные, приехали сюда. Я думаю, что это интересно, мы до Екрет болдым уже, до этого приезжали с однокурсниками. И кто-то на лечение приезжает и говорят, что лечится. Еще даже историю расскажу. У меня отец, у него ноги потели сильно, папа был у меня. И вот он в 80-м году здесь, в Индерском районе, в озере ходил просто, и у него это прошло. Да, он сколько лет лечился, мазью мазал. А это всего лето походил, бол кетіп берел. Сонда бұл жердің емдік қасиеті мықты дейсіз ғой, сіздің ойыңызша? Ну, я мықты, я думаю, что люди же едут, значит, пайдасы бар ғой. Бірақ көп адам білмейді бұл жерді. Білмейді, ну, реклама керек, сосын надо правильно все же обставлять. Ну, вот, осы жаңағы вы говорите, что указателей нету. А как вы думаете, кто это должен сделать? Местные органы? Ну, это, конечно, бюджет должен заниматься, потому что не будет же частные предприятия. Или надо частным предприятиям отдать тогда, чтобы они с эту имели деньги, убирали, какой-то, надо тогда платный. Заметили, вот, да, мусоров очень много. Мы сейчас немножко убрали, там сами приехали, немного берег очистили, ну, вместимся, да, балдар, келеватор, балдар, ляхтырватор, а может взрослые некоторые тоже. Ну, это надо, да, приучаться, конечно, порядок должен быть. Мусор постоянно я. Рахмет, Евгений, сізге үлкен. Жақсы. Александр, жақсы, рахмет сізге. Рахмет сізге үлкен. Аман болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Сонда оны Украинадан неге шетелдіктер біледі, неғып біздің адамдар білмейді? Еріншек. Еріншек деп ойлайсыз ба? Келсе, сылтау. Кеттік, жүріңіз. Пожалуйста. Осылай. Аға, біз бірінші кезекте кеше байқағанымыз қоқыстар. Иә. Не айтасыз бұндайларға? Жалпы әкімдік тарапында өтініштер жасалды ма сіздердің тараптарыңыздан? Айтылып жүр ғой, газетте жазылып жатыр, мына кісілер мусорда келеді, арақ ішіп отырып. Соған нелерден ЗКО бар ғой, жилищный коммунальный хозяйство, соның нелері. Сонымен жүргенше әйтеуір айына 1 рет 2 рет келіп, темірлерді, мусорларды жинап алып кетеді. Алдыңғы серияда достар, өздеріңіз көргендей біз суға түсуге кішкене күмәнданып, артқа қайтып кеткен болатынбыз. Бұл жолы ағамызбен сұхбаттасып, біз де суға түсіп көреміз деп шештік. Достар, кеше енді көзімізді жеткізіп барып суға түсеміз деп айтқан едік. Мінекей қасылда жүрмін. Шыны керек, денеңде бір шымшитындай бір сезім бар. И аузың кеуіп кетеді, тамағың құрғап кетеді. Бірақ суға батпайсың. Соған көз, міне қара, мен ешқандай қимылдамай тұрам.
суға батпайсың. Сол достар. Иә, тұздық өте қатты байқалады. Мысалы, 1 литр суды алыңыздар, соның жарты литр су деп есептеңіздер де соны ішіп көріңіздер, сондай дәм береді мына жерде. Бір жағынан шыны керек, мен емдік қасиетін шынымен өз денемде сездім. Ма, дәке. Ал енді достар, карьердің тақырыбын бітірген соң, ары қарай Тұздыкөлге қарай жол тарттық. Бұл біздің негізгі тақырып. Ол жерде қандай жағдай болып жатыр? Неліктен ол жерге қазір қауіп төніп тұр? Соның бәрін ағамызбен сұхбаттасып білетін боламыз. Индер тұз көлі. Тұз көлі, бе? Тұздыкөл дейді. Ана балшығына барамыз, бұл жерде күркірек дейді. Күркірек? Су ағып жатыр, мұзыздай. Басың жаржы береді ана салқындығы. Салқындыра дейсіз ба? Иә. Саламатсыздар ма? Бұл не аға енді? Бұл жер қандай? Күркірек, тұз су. Сіз айтып жатқан осы жерден су шығып жатқан деген осы жер ма? Осы. Мен бетіне кетеді. Осы мынаған балшықтар. Мысалы шешу керек. Қазір жердің астынан шығып жатқан су, иә? Бар, мұз жаржы береді. Иә. Қазақтар күркірек дейді. Кәдімгі бізде таудың суы бар ма? Тура сол су ғой. Төменнен түскен тас мұздай. Осы тұзды су. Еле бұл қара дәмін алшы. Тұз ғой. Тұз су. Вода испаряется, но не болып. Мен таң қалып тұрғаным, жердің астындағы су қалай тұзды болып кеткен айтады. Мен Алла тағала солай жаратқан. Ассалаумағалейкум. Каналы бар ғой, Көп келесіздер ма осында? Қай жерденсіздер? Индер районынансыздар ма? Сіздер ойлап қалмаңыздар, Тұздыкөл дегенге ол терең бір жер екен деп. Жоқ, бұл жердің тереңдігі аса кетті тіге дейін ғана жетеді суының. Бұл жерде ең ерекшелігі судың өзі ғана емес. Мына тұрған балшық. Тұрған балшықта келген адамдар жаңағыдай мына жердегі қазір көрсетеміз. Қазып барып ішіне жатып, бейнесіне жағып барып сол жерде демалады. Тұзға түстің бе? Сол демалғаннан кейін барып ыстық шай ішіп жаңағы емдік процесі солай жүреді екен. Енді қазір осы жерде демалып жатқан адамдарға қазір сұхбаттасатын боламыз. Әзірге қазір Болат ағамыздың қасына барайық. Ол кісі ары қарай бізге түсіндірсін. Енді демалу бір бөлек, енді бұл жердің проблемасы бір бөлек демекші. Енді сол жаңағы мәселесіне өтейік. Аға, енді шеттен келген компаниялар осы жерге иелік ететін болса, осы жердегі тұзды өндіретін болса, бұл жер қандай зардабын шегеді? Оның. Мына бетінде рапа тұр, рапа деймін. Нелер келетін болса, тұзбен бірге бәрі кетеді, құрап, обезбоживается. Сусыз болып. Сусыз. Сосын тұздың несі, пылинки. Жел қайдан соғады, шаң бұлайды. Бір жылда почти 100 километрге дейін кетеді радиус. Ол бірінші беретін өкпе жағынан аурулар шығады ғой. Дем ауру жағынан. Соқыр қылады, саңырау болады, тамақ тәбет жоқ, терінің бәрі жара болып кетеді. Излишкіден. Сонда бұл жер кеуіп кететін жағдайда, бұл жердің экологиялық кәдімгідей халыққа зиян тигізеді ғой, үлкен зияны болады ғой. Мына бізде қазір қурап кеткен Арал сынды қалай зардабын шегіп жатыр, тура сондай қылады ғой. Олғалдың бәрін. Сол себепті де сіз осымен күресіп жатсыз ғой. Мен өзім горный инженермін. Московский горный институт бітірдім. Индерден
оқыдым. Индер Баратов руднигінде жұмыс істедім. Мастер болдым, начальник участка, главный инженер цеха, начальник цеха, ПТО, техбезопасность, главный инженер объединения болып істедім. Мұның бәріне, келген кісілердің бәріне мен артық ештеңе істемейсіңдер. Көрдің, қарадың, болды. Жаңа жолда келе жатсақ бір фундаменттер тұр екен. Сонда бір нәрсе салынған ба бұл жерге? Жан жаққа не салғысы келді ғой. Профилактория. Ол не деген? Мұнан балшық алады, емделіп бір курорт сияқты ма? Иә. А неге аға ол пайдалы емес па? Курорт болса жақсы емес па? Енді соны бастады да өтпей қалды, істемей қалды. Қымбат болды, мынаған запрет берді. Ана алған балшықты қайтып әкеліп салады. Суды сол жаққа жерге тез туалетнелердің бәрі сол жерге жібереді. Өздерінің ісі дұрыс емес, шала болды дейсіз ғой олардың, иә? Сол себепті ғой, иә? Сондай бір мекемелер келді, немен келді ғой, өздерінің ұсыныстарыменен. Сондай нелер кемшіліктері болды. Туалет салатын болды. Қарсы болдыңыз? Не қайда барады? Бәрі бір жыл ма, 10 жыл ма, 20 жыл ма, бәрі судың астынан, дәреттің бәрі мұнда келеді. Мынау білінеді. А олар қалай істеу керек еді дұрыс жағынан? Алыстау қып па? Алыс, неден поселок Индерборскийді білесің ғой. Соның қасында жайыққа қарай түсетін жерде үлкен здание салды. Осы нені алып барып, балшықпенен емделетін. Соның бәрін салып бітірген кезде акимат өзі әкім первый секретарь мені алды отырған. Солар кетті, бізде детсад жетпей жатыр. Детсад бай еттіпті. Алып келген. Ең сонда бұрын болған ғой, бұл жерде? Бастабаннан өздері сақтап қаламаған. Енді рудник әкеліп бәрін істеді. Через Москва бағандық. Москва берді. Қырғын нелердің курорттардағы аппаратураларын бәрін алып келді. Соның бәрін тұрғызып, енді өтеміз деген кезде жоқ, детсад қаламыз деді. Ана ішіндегі нелердің бәрін алып да, областный больницаға береді. Больницаны санатория ашамыз деді. Ұрды, сонымен рудниктің ақшасында кетті де қалдық. Сносым. Сырқылайды деген буындарыңды, мына тізелеріңе балшық жағып, міне. Балшық жағып, ішкені көресің жерлерде. Сонда бар тереңдігі осындай болшы жердің, е? Асты тұз ғой мына. Мына астымыздағы басып келе жатқан тұздың тереңдігі қаншаға? 30 метр. 30 метр тереңдікке дейін тұз жатыр. Тұздың қалыңдығы деп айтады ғой? Иә, тұздың қалыңдығы. Ол точнелерін көрген жоқ. Достар, аяқты бір нәрсе шымшып жатыр. Одан қазір қолға алатын болсам. Жуып жібер. Тұз. Кристалды тұздар. Жуып жіберсе кетеді, аппақ болады. Міне, кристалды тұздар. Осыны қазып алып жатыр ғой. Ана, Сульпром. Ана завод па? Иә. Иә достар, осы Тұздыгүлде тұзды өндіретін жалғыз завод жұмыс істейді. Ол заводтың тарихы КСРО уақытынан басталып отыр. Ал даудың да шығу себебі осы заводқа да қатысты болуы мүмкін. Оны алдағы уақытта түсінетін боласыздар. Сіз бір сөзіңізді айттыңыз ғой, ана жаңағы ағып тұрған жер су. Иә, күркіреуік дейді. Сол кәдімгі мынандай шелектің көлеміндегі бағатын еді. Қазір не баяулап қалған? Азайып отыр, бітеліп тұр бұл жерлер. Бітеліп тұр дейсіз ба? Иә. Ол мына келіп жатқан көліктердің әсері емес па? Мүмкін, ол да болар. Дұрсыз неткенде. Үстіндегі топырақ түсуі мүмкін ба? Бітеп? Иә, ол да болады. Бір күні мүлдем ақпай қалуы мүмкін ба? Мүмкін. Бұл кезде жағдай қиын дейсіз ғой. Онда мұнан бәрі көп кетеді, жел менен дұз ана оңтүстікке, солтүстікке айналып бүкіл нелердің бәрін білдіреді, экологияны. Осы судың осылай болып тұрғанына қанша жыл болды аға? Бұл миллиондаған жыл болды. Миллиондаған жыл болды ма? Иә. Қазір суды ұстап, бұлай жан-жағым қолдарын жуып отырмын, мынандай аппақ болып кетеді екен. Бірақ судың өзі май қосқан су бар ғой, соны елестетсеңіздер болады, сондай жұмсақ су екен. Ал енді мына жерден қазір тұзын алдық та, мына фокус көрсетіп жүрсіз. Мына кристалды қараңыздар.
кристалдығын. Бір формаларды әртүрлі, бір қар елестетіңіз сондай формада тұздар. 4-1, 3-1 сондай екен. Бекер келмегенімізді түсініп жатырмын. Керек жоқ. Даже көрдің өзі күшті да мына жерде. Я достар, осындай ерекше жерді мен өмірімде алғашқы рет кездестірдім. Шыны керек, табиғаты деген керемет. Оның тұзды суын айтыңыз, қандай ерекше. Осындай Қазақстандағы жерімізбен неге біз мақтанбаймыз? Болат ағаммен сұхбаттасып болған соң, емдік лайды үстіме жағып көрдім. Негізі жағажайдағы көп лайдың бір сасық иісі болады. Бірақ бұл жерде ондай жоқ. Әртүрлі саладағы кәсіп ашқысы келгендер көп болған екен аға. Енді жаңа балаңыз енді сізбен кішкене мақтанып, сол айтып отқан жері бар еді. Талай келіп осы жерге заңсыз әртүрлі нәрсе соқпақшы болды дейді. Соған енді әкеміз осылай тосқауыл болып, әйтеуір соларға қарсы жұмыс істеп келе жатыр дейді. Енді ол не салғылар келді аға? Сол туралы ашып айтып беріңізші. Қандай компаниялар келді көбінде? Компаниялар әртүрлі, бірақ көбінің міндеті өздерінің жоспары бойынша профилактория, санаторий курортное лечение жасаймыз деп. Менің ғана бойынша көлдің айналасынан 2-3 километр жерге дейін ештеңе салуға болмайды. Себебі мына шаң, түтін бәрі мына жүздің бетіне қонады. Оны емге пайдаланған кезде ол ем емес, у болып шығады дейсіз. Сондықтан көптеген мекемелер болды, Ресейден де келді. Біздің әкімшілік санатория саламыз дегенге бәрі рұқсат бере береді. Рұқсат берген. Осының газеттен, Атырау Индер газетінде шықты. Осында инвесторлар келіп, санатория салайын деп жатыр деп. Мына ненің айналасынан, Тұзды көлдің айналасынан 2 километр, 3 километр жерге дейін ештеңе салынуға болмайды. Мына қазір біздер өтіп отырғанда машиналардың тапқан жерге дейін келіп, көк ала шаңды алып қойып, шаңның бәрі анда түсіп жатыр. Соған кезінде айтып едім, ГАИ қойып, болмаса жерге табличка жасап қою керек. Машина не выезжает, только пешком. Сонда да сақталмайды дейсіз ғой? Сақталмайды. Мына түтін шаңның бәрі қазір машиналар бірін-бірімен жарысып келеді. Шаңның бәрі жүздің бетіне қонып отыр. Біз соны денемізге жағып жатырмыз. Оның ар жағындағы последствиясы қандай болады, бір Алла білсін. Болат ағамызбен қорытынды сұхбатымызда осы көлдің төңірегінде болып жатқан проблема жайлы сұрадық. Таңқаларлығы, ағамыз бұл сұрағымызға білмеймін деп жауап берді. Бірден ойын өзгерткені бізге түсініксіз болды. Ал енді сонда мына жерге келіп 2 километрден ары болу керек дедіңіз. Онда тұз өндірем деген зауыттар мына жерге мүлдем жақындамау керек қой онда, солай ғой? Тұз өндіретін ол СССР уақытында салынған. Бұл жерге келіп салым десе де қарсылық бұтын. Анау СССР уақытында өзі салынып қойған ба сон? Соңынан салынды. Одан жаңалары салынбау керек. Сіз айттыңыз ғой, анау 2 компания сіз пост жаздыңыз ғой, келіп осында ашпақшы деп, тұз зауыты өндіретін. Соларға қарсы болып бір пост жаздыңыз ғой, соны айтып жүріңізші. Бұлар неліктен осы жерде тұз өндіруге келді? Неге қай жерден ашпақшы еді? Есіңізде емес пе? Ол 2 компанияның аты Арал тұз бен Арал сода. Осы 2 компания осы жерде тұз өндіремін деп келгенде бірден экологиялық апат келеді деген шу шыққан болатын. Бұл ақпаратты жарияламаған елімізде бұқаралық ақпарат құралдары қалмаған шығар. Бұдан бөлек әлеуметтік желідегі парақшалар жарыса жазды. Мына жерден қарасаң, шынымен көз тоймайтын
әдемілік. Аппақ, мынандай бір жағынан қарасаң бір толқындар тұрған сияқты көрінеді. Негізінде бәрі тұз. Сол мына жердегі осы керемет табиғатқа қайта келіп, шабуыл жасап, осы жердегі табиғатын бұзуға тырысып жатқандар ағамыздың айтуымен өте көп дейді. Осы туралы және осы неліктен олай істейтін туралы ертең біз сіздермен бірге аудан әкімдігіне барып, мейлінше аудан әкімімен сұхбат алуға тырысатын боламыз. Сұрақтар өте көп. Ертең соны бірге білетін боламыз, достар.